Hello World. Бүгін біз сізбенен біргелікте замыкание деген не екенін толық үйреніп шығамыз. Біріншіден сізге лексическое окружение деген түсінікпенен танысу керек болады. Лексическое окружение бұл әрқандай блок, скрипт, ямаса функцияда бар болған көрінбей тұғын, ямаса жасырын объект болып есапланады. Бұл объект екі бөлімнен ібарат. Біріншісі, қазіргі көріну областында бар болған өзгерушілерге ие объект. Екіншісі, сыртқы объектіне сілтеме. Қазір мысал көріп шығамыз, сол кезде барлығын түсінесіз. Бұл мысалда біздерде екі лексическое окружение бар. Біріншісі глобальный, екіншісі say-hi функциясы. Глобальный лексическое окружениеде біздерде сыртқы объектке налға тең болады. Ал өзінің ішіндегі өзгерушілер есе a өзгерушісі һәм де say-hi өзгерушісі. Say-hi функциясының лексическое окружениесіне есе сыртқы объектіне глобал болып есапланады, ал ішіндегі өзгерушілеріне текст hi болып кіреді. Келін біргелікте скрипт қалай оқылуын көріп шығамыз. Біріншісі скрипт запуск болған кезде біздерде өзгеруші a жаратылады. Одан кейін say-hi өзгерушісі жаратылады. Кейін есе бір затты білуіңіз керек болады. Біздерде функцияның ішіндегі өзгерушілер, ямаса басқа да жазылған кодларымыз, ол функцияның шақырылған кезінде ғана істеп басылайды. Соның үшін біздер функцияны шақырамыз. Содан кейін есе біздер функциямыздың ішіндегі өзгерушіні жаратамыз. Текст өзгерушісі жаратылды. Одан кейін біздер текст өзгерушісін консольға шығарамыз. Сізге лексическое окружение деген не екенлігі түсінікті болған болса, біздер замыканиеге өтсек болады. Замыкание бұл функцияның өзінің жаратылған лексическое окружениені ядлап қалу қабілеті. Келін біргелікте замыканиеге мысалы көріп шығамыз. Біздерде көріп тұрғанымыздай глобальный лексическое окружениеміз бар. Оның ішінде өзгерушілер бар. A өзгерушісі менен say-hi өзгерушісі. Кейін біздерде say-hi функциясы бар. Оның лексическое окружениесінде сыртқы объект бұл глобал болып есапланады, ал оның өзінің өзгерушілері жоқ. Келін енді код, скрипт, запуск болғанын көріп шығамыз. Бірінші, өзгерушілер жаратылады, a өзгерушісі менен say-hi өзгерушісі жаратылады. Кейін біздер say-hi функциясын шақырамыз. Сол кезде ең қызығы болады. Біздер консольға a өзгерушісін шақырған кезде JavaScript өзінің say-hi функциясының лексическое окружениесінің ішіндегі өзгерушілерді қарап көреді. Ол жер пустой болғанлығы себебі өзінің сыртында тұрған глобал объектке хабарласады. Һәм де бұл глобал объекттің өзгерушілердің ішін қарап көрген кезінде a өзгерушісін тауады, һәм де оны консольға шығарады. Браузерде консольға шығарып қарасақ, біздерде екіні шығарып қойыпты. Тағы да бір мысалы көріп шығайық. Бұның үшін біздер const емес, let қылып өзгертеміз өзгерушінің жаратылу жолын. Һәм де функциямызды шақырмастан алдын
a өзгерушісін өзгертіп көреміз. Енді осы жерде консольда неше шығады деп ойлайсыз? Комментарийға өз пікіріңізді жазып кетің. Ал біздер есе давам етеміз. Бірінші болып біздердің глобал лексическое окружениеде a өзгерушісі һәм де c-хай өзгерушісі жаратылады. A өзгерушісі 2-ге тең һәм де c-хай ол функция. Кейін есе a өзгерушісін 5 қылып өзгертіп жібердік біздер. 5 қылып өзгертеміз. Сол кезде біздер функциямызды шақырамыз. Кейін функциямыз іске түскеннен кейін консольдыққа a-ны шақырған кезде бағанағы айтып өткеніміздей бірінші өзінің өзгерушілерін қарап көреді. Одан кейін өзінің ішінде табылмағаннан кейін глобальныйға хабарласқан кезде ол жерде 5 деген санды көреміз. Келін сохранить етіп көрейік. Сохранить етсек, расымен де біздерде 5 деген сан консольге шығарылып тұрыпты. Келін және де бір мысалы көріп шығамыз. Біздерде create counter функциямыз бар. Бұл функциямыздың ішінде count өзгерушісі бар. Және де returnға біздер анонимный функцияны шақырып жатырмыз. Create counter функциясын шақырып көретұғын болсақ, біздерге консольға еш зат шықпайды. Не үшін? Себебі біздердің анонимный функциямыз замыкание болып жатыр. Ішіндегі кодты қалай JavaScript оқиды. Оның үшін біздер таза өзгеруші жаратамыз. Һәм де сол өзгерушінің ішіне create counter функциясын шақырамыз. Сол кезде біздердің counter өзгерушісіне мына функция келіп түседі. Сол кезде ғана біздер counter функциясын шақырсақ, консольге 0 деп шықты. Тағы бір шақырып көретұғын болсақ, 0, 1 деп көбейді. Себебі біздер countты шақырғаннан кейін 1-ге көбейтіп плюс қылып жатырмыз, инкремент қылып жатырмыз. Сол кезде біздердің өзгерушіміз 1-ге көбейгенін ядлап қалғанлығы себебі біздерге консольге 1-ді шығарып берді. Замыкание темасы сіздерге түсінікті болған болса, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.